құрметастар, бүгін біз зерттеуші боламыз. Бүгін біз магнитті зерттейміз. Араңызда неше түрлі заттар бар. Бұл заттарды біз сынап көреміз бе? Біз зерттеп көреміз алдарында заттарды. Ол үшін қолымызға магнитті алайық. Бірінші ағашты зерттеп көрейік. Ағаш тарта ма, тартпай ма екен? Тартпайды. Енді келесі қасықты алайық, темір қасықты. Тартады, темірді тартады екен магнит. Көкөнісқа саламыз тартатындарды. Келесі ойыншықты алайық, тартпайды екен. Көбік пластмассадан салған екен. Келесі қағаз қысқыштарды. Тарта ма, тартпай ма? Тартады екен. Көкөнісқа саламыз. Жабысқанын, жабыспағанын. Не үшін жабыстырма темірі? Темірден жасалған болғандықтан магнит оған жабысты. Магнит нені тартады? Темірден жасалған заттарды тартады екен. Келесі экспериментімізге ауысайық. Сурет бейнеленген. Сурет қағаз бетінде. Осы қағазды біз сынап көреміз. Қағаздың бетінде не бейнеленген? Гүлдер. Ойынның аты қан қызды гүлге апар. Қан қызды гүлдерге апарамыз. Жабысты ма балалар? Жоқ. Жабыспады. Сондықтан біз оны қағаздың астынан жүргізіп көрейікші. Магнит темірден жасалған заттары тартады екен. Қан қыз қалай жабыстырып? Темірден міне жасалған затты біз жабыстырып қойдық. Сондықтан магнит ол жабысты. Сіз зерттеу жұмысымыз стакандармен зерттейміз. Екі стакан бар. Біреуі шыны ыдыстан жасалған, екіншісі пластмасса ыдыстан жасалған. Біз шыны ыдысқа қағаз қысқыштар салайықшы бұлар. Магнит қағаз қысқышқа жабысы ма? Жабысы. Магнит жабысады екен балалар. Пластмасса ыдысқа су құйып зерттеп көрейік. Қысқыштар салайық ішіне. Саламыз. Оған магнитті жақындатамыз. Пластмасса ыдыстағы тартады екен? Су тартады екен. Балалар, келесі зерттеуіміз дидактикалық ойын. Сахарадан қазына іздейміз. Ол үшін қолымызға магнитті алып, қазына іздеп көрейікші балалар. Одан мен қараймыз, әдемі қорапшаға. Неге бізде қорапшада? Табиғат. Табиғатта әдемі гүлдер бар екен. Мына көбелек ұша алмай қалған екен. Ол үшін мына магнитті алып, жоғарыға қоямыз да, және көбелекті жақындатамыз. Шықты ма? Зерттеу барысында балалар магниттің ерекше қасиеттерін танысты. Тәжірибе және ойын арқылы өткізілді. Балалар белсенді танытып, өз ойларын еркін жеткізді. Қызығушылықтары артты. Мұндай зерттеу жұмыстары балалардың танымдық байқағыштығын және логикалық ойлау дамытуға мүмкіндік берді.